Ондаған жылдар бойы ешкімнен жеңіліс таппай, талай жазалаушы жасақтарды талқандап, казактардың талай станицалары мен қоқандықтардың қамалдарын жермен жексен қылған Кенесарының даңқы кімнің болса да жанын түршіктіре қоймайтын. Тіпті қол аяғына кісен салынып бірнеше жерінен жарақат алған, жарасынан қан саулаған хан әлі де болса қырғыздардың үрейіне үрей қосты. Сенімдірек болу үшін қырғыздың сом денелі екі батыры оны екі жағынан аттарының ер тоқымына шынжырмен байлап алып жүрді. Термен араласқан қан ханның бетін жауып көзін аштырмады. Осылайша қолға түскен тұтқындарды қырғыздар найзаның ұшымен терелеп жаяу айдап келе жатыр. Алдында Кене, оның артынан өзімен бірге өмірдің талай ыстық суығын бірге кешкен сұлтандар, туыс бауырлары. Сондарында ханның жан кешті сарбаздары. Бұл азап бірнеше күнге созылды. Ақырында тұтқындарды Манап Жанатай Қарабековтың бір ауылына жеткізді. Қырғыздар ханды жай өліммен өлтіргісі келмеді. Бірнеше күн қамауда жатып, есін жиған Кенесарыны масқараламақ болып, ауыл-ауылды аралатып алып жүреді. Кезінде тұтқынға түскен Йылдырым Баязитті Әмір Темір торға қамап осылай мазақ еткен. Қарабековтың қарамағындағы ауылдың бірі Жамбыда Кенесарының жауы өте көп еді. Әркімнің әкесі, бауыры, баласы хан жігіттерінің қолынан қаза тапқан. Олардың бәрі қазақ ханын өз қолымен өлтіруге құштар еді. Сондықтан Кенесарыны осы жерде жазалауды жөн көреді. Кейіннен осы ауылдың адамдары ханнан кек алып, оны өз қолдарымен өлтіргенін айтып жүрген. Кенесарыны жазалауға алып шыққан кезде, ол жиналған елге, алыстағы тауларға, күн сәулесін төгіп тұрған зеңгір аспанға қарап, ән шырқап қоя берген. Хан әнін ұзақ айтады. Жиылған жұрт ұйып тыңдайды. Оның әнін бөлуге ешкімнің жүрегі дауаламайды. Қырғыздар Кенесарыны өлтірмес бұрын оны ұзақ азаптайды. Оның тәнін ғана жарақаттап қоймай, жанын да қинау үшін алдымен көз алдында сұлтандарды азаптап өлтіреді. Олардың арасында жан бауыры Наурызбай сұлтан да бар еді. Бауырының қиналып жатқанын көріп тұрса да, хан тістенген жағын ашпайды. Ендігі кезек Кенесарының өзіне келді. Жазаламас бұрын Жанатай Қарабеков одан арманың бар ма деп сұрайды. Иә, мен көп нәрсені орындай алмай кетіп барамын деп Кенесары батыл жауап береді. Мен қазақтар мен қырғыздарды патшаға қарсы күреске біріктіре алмадым. Бар арманым Еділ мен Жайық бойында, Ұлытау бөктерінде азат халықты көру еді. Құдай оны маған бұйыртпады. Қарындасымды да өз қолымнан ұзата алмадым. Ол армандарың өзіңмен бірге о дүниеге кетеді деп қырғыз манабы жендетке оны азаптап өлтіруге белгі береді. Ұзақ уақыт бойы ханды жан түршігерлік азапқа салып, одан кейін өлтіріп, басын шауып тастайды. Жазаны кім орындағаны белгісіз. Осының бәрін көрсетуге әдейі алып келінген Кене сарбаздары жүздерін жас жуып жылап отырды. Қанғандармен білектерін қиған қыл шылбырдан босанып кете алмады. Тістеніп алған сарбаздар бос болып қару берсе, осыншама адамға қорықпастан қарсы ұмтылар еді. Осы кезде Боранбай орнынан тұрып қолын көтеріп ұран тастайды. Бұл талай жауға шапқандағы казактар мен сатқын сұлтан манаптарды талқандағандағы ұрандары болатын. Боранбайды қолдап, қалғандары да ұранға үн қосады. Жаңғырған дауыстар естіген елдің құлағынан кетпейді. Қаумалап тұрған жұрт қорыққандарынан селт етісті. Оларға Кенесары қайта келіп қалғанда әсер етеді. Сарбаздар айқайларын тоқтатпайды. Көздерінен ұшқын атқан оларға Кенесары алдарында тұрғанда елестейді. Әне, хан сол баяғысындай ақ боз атқа мініп, офицер киімін киіп, мойнына көгілдір жібек салып бұларды ұрысқа бастап барады. Бұл олардың соңғы ұрысы.
Естерін жиған қырғыздар қылыштарын қынабынан суырып сарбаздарды кескілей бастайды. Сарбаздар жандары қиылып бара жатып та ұран тастауларын тоқтатпайды. Бірақ барған сайын ұран баяулай берді. Ең соңғы сарбаздың да үні өшті. Оның орнын тыныштық басты. Саулап аққан қан жерге сіңуді қойып, қиялай ағып сайға қарай жосыды. Тау суына араласып, оны ал қызыл түске бояды. Жансыз денелерді таптап жүрген жендеттер шала жаншар жатқан сарбаздарды өлтірумен болды. Араларынан тірі қалған тек Нысанбай ақын ғана. Кенесарыны өлтірген жендет қанжарын Нысанбайдың кеудесіне сұқпақ болып, қолын көтергенде бас манап: «Тоқта», деді. «Тиме, босат. Еліне барып ханның қалай өлгенін айтып жүрсін». Жендет ақынның қолын байлаған арқанды кесіп, жөніне жібереді. Тәлтіректей басқан Нысанбай біраз ұзаған соң артына бұрылып, сарбаздар мен ханның денелеріне қарап тұрып, жоқ табанын шырқап қоя берді. Екі бірдей қанатым топшыдан сынды қайырылып, балдағы алтын ақ берен тасқа тиді майырылып. Жаңбыр болмай су болды, бұлы қымбат манатым тасқа тимей кетілді, балдағы дандан балатым топшысынан үзілді. Екі бірдей қанатым, Кенесары Наурызбай асыл туған санатым, қайран есіл хандарда енді бір көрер күн бар ма? Қырғыздар ақын зарын үнсіз тұрып тыңдады. Нысанбай айтарын айтып болған соң жай басып кете барды. Кенесарының өлімін біраз күннен кейін бүкіл қазақ қаласы білді. Жерлестері жасыруға қанша тырысқандарымен суық хабар Ресей мен Орта Азияда хандықтарға тез тарайды. 5-6 күн өткеннен кейін Қара Қамал сайына қасында біраз адамдар бар. Кенесарының ұлы Жапар сұлтан Суыт келеді. Ол ханның жеңілгенін растап, тез арада Шу өзені бойына көшуге бұйрық береді. Одан ары таласқа кету керек. Бұл кезде Жапар әкесі мен жақындарының дүйім қолдың қазаға ұшырағанын әлі естімеген еді. Ол кенені күтіп тағы бір ай жүреді. Ешқандай хабар ала алмаған соң аз адамдармен Шу өзенінен өтіп, Қаратауға қарай көш түседі. Қырғыздар Кенесарының басын Омбы қаласына жеткізеді. Ханның басын көрген патша шенеуніктері иықтарынан ауыр жүк түскендей болып қатты қуанады. Алайда басшыларын өлтіргенмен бостандық сүйгіш халықтың рухын жоя алмайтынын олар білмеді. Кенесарының есімі егемендікке қол жеткен халықтың жүрегінде мәңгі сақтаулы.